Қырыққабат қосылған тоқашты ұнатасыз ба? Онда бұл рецепт сізге арналған. Алдымен ингредиенттерді дайындап алайық. Бүгін осыған дейін рецептімен бөліскен универсальный ашыған қамырдан салмасы 40 қабаттан жасалған пирожки жасауды көрсетемін. Міне қамырдың видеосын осы жерден көре аласыз. Ал салманың видеосы міне жүктелген. Қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті домалақтап аламыз. Қырыққабаттан жасалған салмамызды дайындап аламыз. Енді әр шарды оқтаумен жайып, ортасына бір ас қасық салма саламыз. Тоқаштың шетін жақсылап қысамыз. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, мен әдетте қамырдың шетін самса сияқты өріп қоямын. Бұл дегеніміз қуырған кезде тоқаштың ішінен салмасы шығып кетпейтініне кепіл. Тоқаштың тігісін төмен қаратып қоямыз. Бәрі дайын. Енді таба қызғанша тоқаштар көтерілсін. Табаға сұйық май құйып қыздырамыз. Қызған майға тоқаштарды салып, екі жағын алмастыра отырып пісіріп аламыз. Ас болсын. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.